34 депутаттың 27 депутаты келді. 7 депутат белгілі себептермен қатыспай отыр. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес сессияның жұмысына кворум бар. Қалалық мәслихаттың 8-ші сайлануының кезекті сессиясын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Құрметті депутаттар мен сессия жұмысына қатысушылар, сессияға Астана қаласы әкімінің орынбасары Ерлан Орынбасарұлы Бекмырзаев, қала аудандарының әкімдері, департаменттер мен басқармалардың басшылары және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Facebook арқылы тікелей трансляция жүргізілуде. Ұялы телефондарыңызды өшіруді сұраймын, рахмет. Мәслихат сессиясы дауыс беру мен дауыстарды санаудың электрондық жүйесін пайдалана отырып жүзеге асырылады. Құрметті депутаттар, бізге сессияның күн тәртібін және жұмыс регламентін бекіту қажет. Әріптестер, 29 маусымда мәслихатқа сессияның күн тәртібіне қосымша мәселе енгізу туралы қала әкімінің хаты келіп түсті. Әкімнің хаты сіздерде бар. Мәселе біздің азаматтарымыздың денсаулығына қатысты екенін ескере отырып, оны сессияның күн тәртібіне енгізу ұсынылады. Бұдан басқа, құрметті әріптестер, салық кодексіне сәйкес жергілікті өкілетті органдар 1 шілдеден кешіктірмей бөлшек салық ставкасының мөлшерін төмендету туралы шешім қабылдауға тиіс. Айта кету керек, бұған дейін біз бұл мәселені мәслихат отырысында талқыладық. Бүгін таңертең Әділет департаментінен келісім алынды. Осыған байланысты осы мәселені бүгінгі сессияда қарау ұсынылады. Осылайша бүгінгі сессияның қарауына 13 мәселе енгізіліп отыр. Қалалық мәслихаттың регламентіне сәйкес сессияның күн тәртібіне енгізілген әрбір мәселе жеке дауысқа салынады. Мәселелердің тізбесі сіздерде бар. Сондықтан қарастырылатын сұрақтарды толық оқымай, әрбір сұрақты жеке реттік нөмірі бойынша дауысқа салуды ұсынамын. Дауыс беру режимі қосылсын. Сессияның әрбір сұрағына дауыс бергеннен кейін нәтижесін экранға беріңіздер. Сессияның күн тәртібі бойынша дауыс беруге кірісеміз. Сессияның күн тәртібіне бірінші сұрақты енгізуге қарсылықтарыңыз жоқ па? Дауыс берулерін сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын. Қабылданды. Екінші сұрақты енгізуге қарсылықтарыңыз жоқ па? Нәтижесі қабылданды. Үшінші мәселені енгізуге қарсылықтарыңыз жоқ па? Қабылданды. Төртінші мәселені енгізуге қарсылықтарыңыз жоқ па? Қабылданды. Бесінші сұрақ бойынша дауыс береміз. Нәтижесі қабылданды. Алтыншы сұрақты енгізуге қарсылықтарыңыз жоқ па? Қабылданды. Жетінші сұрақты енгізуге қарсылықтарыңыз жоқ па? Қабылданды. Сегізінші сұрақ бойынша дауыс береміз. Қабылданды. Тоғызыншы сұрақты енгізуге қарсылықтарыңыз жоқ па? Қабылданды. Оныншы сұрақты енгізуге қарсылықтарыңыз жоқ па? Нәтижесі қабылданды. 11-ші сұрақ бойынша дауыс береміз. Қабылданды. 12-ші сұрақты енгізуге қарсылықтарыңыз жоқ па? Нәтижесі қабылданды. Соңғы 13-ші сұрақты енгізуге қарсылықтарыңыз жоқ па? Қабылданды. Сессияның күн тәртібі бекітілді. Құрметті депутаттар, жұмыс регламентін келісуіміз қажет. Күн тәртібінде бірінші сұрақ бойынша баяндаушыларға 7 минутқа дейін, қалған сұрақтар бойынша 5 минутқа дейін, сұрақтар үшін 3 минутқа дейін уақыт беріледі. Сондай-ақ бірінші сұрақ бойынша алдымен баяндаушылар тыңдап алып, кейін сұрақ қою ұсынылады.
Сессия отырысынан рұқсатсыз шықпауды сұраймын. Сессияны үзіліссіз аяқтауды ұсынамын. Сессияның ұсынылған регламентін бекітуге келісесіздер ме? Дауыс берулерін сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын. Нәтижесі. Қабылданды. Сессия регламенті бекітілді. Күн тәртібін қарастыруға көшейік. Астана қаласының тұрғындарына көліктік қызмет көрсету жөніндегі шаралар кешенін іске асыру туралы. Баяндама жасау үшін сөз Астана қаласы әкімінің орынбасары Ерлан Орынбасарұлы Бекмырзаевқа беріледі. Қайырлы күн, құрметті Ерлан Ермекұлы, депутаттар, әріптестер, елорданың қоғамдық көлік қызметін жетілдіру жұмыстары үздіксіз және әрі кешенді түрде жүргізілуде. Следующий слайд. Текущий статус работы общественного транспорта. Общественный транспорт – одна из самых социально значимых сфер жизнедеятельности города, которая работает с 6 утра до 11 вечера, а диспетчерские службы и автобусные парки работают круглосуточно. В городе спрос на общественный транспорт высок. Более 48% населения пользуются данным видом транспорта. Для обеспечения бесперебойного обслуживания 99 маршрутов оказывают услуги по перевозке пассажиров 6 автобусных парков и более 1500 водителей на 1100 автобусах. Отрасль не стоит на месте. Активно развиваем с учетом современных запросов пассажиров. Следующий слайд. Проделанная работа по развитию общественного транспорта. Процесс модернизации общественного транспорта непрерывно продолжается с учетом потребностей жителей. Запускаются новые маршруты, добавляются автобусы на линию, своевременно изменяются схемы маршрутов для обеспечения качественным обслуживанием жилых массивов, новых районов застройки. Для обеспечения безопасности дорожного движения проводится работа с водителями по обучению и контролю. Также внедряется решение по организации дорожного движения. Работа с населением. Мы обладаем большим количеством ежедневных источников информации. В основном это центр Айкумек. Ежемесячно в центр Айкумек на работу общественного транспорта поступает более 3000 обращений. В основном жители обращаются на несоблюдение интервала движения, это 34%. Предложение по изменению маршрутной сети и работы общественного транспорта 20%. Некорректное поведение работников 10%. Все обращения анализируются и учитываются в работе. В частности, при закупе автобусов, обустройства дорожной инфраструктуры, касательно нарушений водителей, при подтверждении фактов применяются штрафы и водители отправляются на переобучение. Наша задача максимально снизить количество жалоб жителей. 5-й слайд. Высокий спрос населения на общественный транспорт. В городе много участков, где спрос на общественный транспорт высок. При определении дефицита автобусов мы учитываем проблемные участки города, где не курсируют автобусы или обслуживание предоставляется в недостаточном объеме. Стоит отметить, что последний массовый закуп автобусов был проведен еще в 2019 году. Было закуплено 100 электробусов, которые ушли на частичное закрытие дефицита автобусов текущих маршрутов. Следующий слайд. Что касается планов выпуска, в том числе при поддержке Маслихата города, у нас принято решение по закупу новых 400 автобусов. Это автобусные парки закупают. На сегодня уже 55 единиц автобусов уже в городе. У нас есть план мероприятий по каждому автобусному парку по модернизации маршрутной сети. Таким образом, планируемый закуп автобусов новых, а также развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в этом году позволит решить основные проблемные вопросы жителей. Рассматриваемые 6 новых маршрутов в этом году. Одним из мероприятий является 6 новых маршрутов, которые решают проблемы в основном жилых массивов. Это Агрогородок, Коктал-1, Коктал-2, Уркер, Айтматова, улица Каим Мухаммедханова, Саганах, Тулеби, Туран, Улудала, район жилого массива Багыстан, а также аллея Манжилдак, также Юго-Восток включен. Развитие сети Баслейн, внедрение специальных выделенных полос Баслейн показали эффективность не только для автобусов, но и для специальной техники экстренной помощи. Учитывая положительный опыт, мы это направление будем далее развивать. На этих 6 новых участках с общей протяженностью 20 километров будет внедряться Баслейн. По инфраструктуре
Системная работа ведется по улучшению инфраструктуры общественного транспорта с учетом потребностей жителей. В городе для максимального комфорта жителей установлено более 1400 остановочных пунктов, из них 1000 оборудованы павильонами ожидания, в том числе 200 теплых павильонов, а также 63 конечно разворотных пунктов и 200 табло информирования прибытия автобусов. Сейчас управление транспортом отводится 13 новых участков, где планируется обустроить разворотные площадки, туалеты и столовые. Основные проблемы общественного транспорта, несмотря на принимаемые усилия и меры, в настоящее время отрасль перевозок нуждается в решении системных проблем, причинами которых является убыточность перевозок, дефицит автобусов и водителей, а также проблема по безбилетным пассажирам. Для решения этих проблем предлагается первое – принятие трехлетнего плана субсидирования общественного транспорта столицы. В случае нехватки финансирования из местного бюджета мы рассматриваем вопрос финансирования из республиканского бюджета. При поддержке данной инициативы наши автобусные парки смогут ежегодно обновлять, то есть будет возможность обновлять автопарк. Второе – выделение финансирования на авансирование, закупа дополнительных 100 автобусов на следующий год посредством льготной программы через АО ФРП, Фонд развития промышленности. Третье – определить рабочую группу из депутатского корпуса по решению законодательных вопросов. Это в первую очередь упрощение требований для получения водительских прав категории D. На постоянной основе ведется анализ по укомплектованности штата водителей во всех действующих автобусных парках. На сегодняшний день дефицит водительского состава составляет около 1000 человек. С учетом требований трудового законодательства, высокий уровень текучесть кадров в автотранспортных предприятиях. Это в основном связано с повышением уровня стресса и другими сопутствующими причинами. Следующее. Изменение НПА по требованиям к водителям. Наблюдается очень низкий приток молодых водителей. Возрастная категория 25-29 лет. Составляет эта категория 2-3% от общего количества водителей, что говорит о барьерах для молодежи и других категорий в части завышенных требований для получения прав категории D и DE. Решением данного вопроса будет являться исключение требований по стажу и снижение возрастных ограничений для получения прав на управление транспортным средством категории D. Следующий слайд. Усиление контроля безбилетного проезда, наделение контролеров полномочиями в наложении штрафов за безбилетный проезд. Мы все знаем ежегодные потери автобусных парков от неуплаты проезда. Поэтому ведем активную работу с департаментом полиции, благодаря которым в прошлом году оштрафовано 19 тысяч безбилетников. Актуальным вопросом также является отсутствие полномочий у контролеров общественного транспорта, которым приходится ожидать сотрудников полиции вместе с безбилетником без права задержания. Предлагается наделение полномочиями работников транспортного контроля по составлению штрафов, то есть админпроизводству. Это позволит оперативно реагировать на нарушения, допускаемые со стороны пассажиров и водителей, а также минимизировать факты уклонения от оплаты за проезд и также повысит культуру пассажиров в общественном транспорте. В связи с этими мерами мы ожидаем результаты следующие. Сокращение времени по привлечению к административной ответственности с 2 часов до 5 минут. Далее, пополнение местного бюджета за счет штрафов в 5 раз больше по сравнению с текущей ситуацией и повышение культуры проезда в общественном транспорте. Просим поддержать наши предложения для улучшения сервиса пассажирских перевозок в столице. Благодарю за внимание. Баяндама аяқталды. Рахмет, Ерлан Орынбасарұлы. Сөз Астана қаласы мәслихатының құрылыс, экология, көлік және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясының төрағасы Владислав Алексеевич Сергеевке беріледі. Құрметті жиналған қауым, құрметті әріптестер, 600 мың тұрғын қоғамдық көлікті пайдаланады. Бұл өте маңызды сұрақ. Ыңғайлы жағдай жасау керек.
автобустар санын көбейту қажет. Жаңа маршруттарды ашу керек. Осы мақсатқа бағытталған кейбір маңызды мәселелерге тоқталмақпын. Біріншіден, в первую очередь хотелось остановиться на том, что мы идем к тому, чтобы решить в конце концов проблему перегруженности наших автобусов. В этом году депутатским корпусом было поддержано финансирование из бюджета, выделение авансового платежа, и буквально в ближайшее время мы ждем новые автобусы, которые пополнят автопарки. Здесь важно отметить, что буквально на днях состоится корректировка бюджета, и, на мой взгляд, очень важно поддержать дополнительное выделение средств. Заявка поступила на приобретение дополнительных автобусов, поэтому в идеале, чтобы в этом году в количестве 300-400 автобусов мы вопрос решили, тогда это позволит разгрузить относительно общественный транспорт, создать новые маршруты. То, что касается финансовых потерь, к сожалению, на сегодняшний день в результате безбилетного проезда мы теряем порядка 3 миллиардов тенге. Это огромная сумма, которая позволила бы приобретать ежегодно определенное количество автобусов частным автопаркам. Поэтому важный вопрос, который мы поднимаем с прошлого года и который не требует спешки, потому что у нас есть ряд неудачных партнерских проектов, таких как и по парковочным зонам, которые мы обсуждаем, и по Казахстану спорткомплексу. Поэтому здесь в вопросе электронного бюллетирования надо выбрать надежного партнера, который имеет хороший опыт. Поэтому здесь я максимально еще раз призываю коллег включиться в этот процесс, потому что будет заключен договор на 7 лет. 7 лет мы должны в рамках этого решить проблему, и партнер должен взять на себя обязательства по уменьшению безбилетного проезда, по синхронизации всей электронной системы в привычной уже для наших даже пенсионеров, молодежи, Тугиса, Яндекса. В прошлом году мы закупили электронное табло. Все это должно работать как единый механизм, и тот партнер, который будет заходить на электронное бюллетирование, он должен все это синхронизировать и дать нам определенные гарантии, поэтому здесь мы не можем оставаться в стороне. Третий момент, помимо того, что приобретение автобусов, наша в том числе задача – это создание комфортных условий. Хотел поблагодарить коллег, все активно вовлеклись в процесс объезда, встречи в компании CTS. Многие видели, что такое конечно-остановочный комплекс в нашей столице, то есть это полное их отсутствие. Мы не создаем комфортных условий, к сожалению, для водителей. После этого и возникают какие-то сложности. Если водитель не может на конечной остановке буквально там умыться, перекусить, отдохнуть, то как он поедет дальше, да, в каком физическом и моральном состоянии. Поэтому, на мой взгляд, необходимо проработать и сделать хотя бы несколько показательных остановочных комплексов, где будут нормальные туалеты, где будет возможность водителю перекусить, может быть, принять душ. И в дальнейшем уверен, что на этом примере, если мы сделаем в рамках поддержки бюджета несколько таких нормальных остановочных комплексов, конечных, развороточных, тогда уже и бизнес может вовлечься там, где есть коммерческий интерес, и автопарки вполне возможно откликнутся. Поэтому нам в этом направлении нужно совместно начинать двигаться. Второй момент, нам необходимо не забывать о том, что приобретаемые автобусы, они должны быть полноценно адаптированы для людей с особенными потребностями. Мы в прошлом году делали рейды, мониторинг. К сожалению, многие, и на тот момент практически большинство, не имели такую возможность, были не адаптированы, особенно пригородные, отдаленные маршруты. Поэтому этот момент обязательно нужно нам и в дальнейшем взять на контроль. Важным моментом, который поднимали и коллеги на заседаниях нашей постоянной комиссии, это нехватка
водителей. И здесь нужно принимать комплексное решение. К сожалению, сегодня мы не услышали, да, пока ответ от акимата и предложение, как мы будем двигаться в этом направлении, потому что на сегодняшний день, насколько я владею информацией, порядка до 300-400, если не больше водителей автобусов у нас не хватает. Это большое количество, и здесь нужно принимать на разных уровнях решения, и уверен, что депутатский корпус, все коллеги, я в том числе, мы готовы максимально в этом поучаствовать, потому что проблему нужно решать. Это в первую очередь безопасность наших жителей, а все мы понимаем, что это 600 тысяч человек, которые пользуются общественным транспортом. Еще один важный момент, который нельзя упускать. На сегодняшний день в рамках займов у нас перед первым автопарком скопился огромный долг. По-моему, порядка 30-40 миллиардов, который висит там дамокловым мечом, и здесь нужно тоже принимать какое-то решение. Может быть, это вариант, не знаю, там взаимозачета и передачи его перед той компанией CTS, которая сегодня, перед которой он должен, да, и в управление или еще какие-то варианты. Поэтому здесь нужно однозначно принять решение, чтобы разгрузить, и мы видим приятную тенденцию, что автопарки сами начинают уже приобретать автобусы. Ну и в завершении важный момент, который, наверное, тоже является или будет являться в последующем частью общественного транспорта, это система ЛРТ. Вот хотелось пожелать, что помимо того, чтобы достроить, и все-таки, я думаю, в далекой перспективе мы будем рассматривать вопрос расширения системы ЛРТ, и важно, чтобы это не было просто экскурсионно-показательным объектом. Это должно хорошо, системно входить в общественный транспорт. И, на мой взгляд, было бы намного эффективнее, если бы ветка ЛРТ была протянута до Кащи. Тогда бы мы разгрузили. Многие из нас, наверное, видим, что утром и вечером происходит на Азиапарке, да, торговом центре, когда просто масса людей пытается там остановить машины, такси, и формируется транспортный коллапс. Вот если бы, наверное, как-то выстроить сетку ЛРТ до Кащей, то, может быть, один из механизмов разгрузки общественного транспорта, он бы повлиял. И действительно стали бы люди в обиходе его использовать. Поэтому вот этот блок вопросов, который поднимался на заседании постоянной комиссии в работе маслихата, хотелось еще раз поблагодарить всех коллег за активное участие и сказать о том, что наша постоянная комиссия, мы будем и готовы вовлекаться в решение всех этих имеющихся проблем и поэтапно их решать, создавая какие-то рабочие группы, включаясь в процесс решения накопившихся проблем. Рахмет, Василий, отыра беріңіз. Баяндама аяқталды. Құрметті депутаттар, айта кету керек, күн тәртібіндегі атаулы мәселені пысықтау мақсатында біз бірнеше объектілер мен нысандарға барған болатынбыз. Сондай-ақ бейінді тұрақты комиссия отырысында осы мәселені жан-жақты біз қарап шықтық. Сессияның негізгі мәселесін талқылауға көшеміз. City Transportation System компаниясының басқармасының төрағасы Ғани Расул Тажиев сұрақтарға жауап беру үшін шақырылады. Рұқсат екен. Ендой Сарович. Құрметті депутаттар, бұл мәселе сессияға дайындық аясында біздің Астана қаласы мәслихатының бюджет, экономика, өнеркәсіп және кәсіпкерлік мәселелері бойынша тұрақты комиссияның депутаттары сессияның негізгі сұрағы болғандықтан бұл мәселеге терең қарадық. Өйткені бұл біздің сайлаушыларымыздың аса өзекті мәселесі, тұрғындардың ахуалына тікелей әсер етеді. Күн тәртібіндегі осы мәселе былтыр 2 рет қаралды тұрақты комиссияда. 7-ші шақырымда тұрақты комиссияда 31 наурызда тікелей бүгінгідей күн сұрағымен қаралды, және 29 шілдеде субсидия арқылы және жаңа автобустарды арқылы қаралды. Мен екеуінің де шешімін қарадым, келген жауаптарды қаралдым, 50% орындалмаған. Яланымек. Айналайында судың да сұрауы бар ғой, бұл қалай? Бұл бір мәселе. Енді осы бүгінгі сессиясының күн бәрі депутаттар жете қадағалаймыз деп айтамыз. Екіншіден, жаңа негізгі баяндаушы обозначил 4 проблемы. Я хотел бы к этим проблемам добавить еще 3. Первое – это неразветвленная маршрутная сеть. Об этом я в Ганике, когда ходил, тоже говорил. Почему неразветвленная маршрутная? Первое – это то, что она чрезмерно протяженная. У нас маршрут есть по десятками километров идут.
излишнее петляние. Вы посмотрите, вот показывали по городу, там петляние идет. И излишнее дублирование маршрута у нас тоже есть. Что нужно здесь сделать? Первое, надо сделать подвозящие маршруты. Второе, надо сделать прямолинейные маршруты. И третье, надо сделать кольцевые маршруты. Это мировая практика. Об этом знает управление транспорта, есть у них решение этой проблемы, но почему-то это не двигается с места. Второе, вот я когда был в автопарке номер 1, с директором разговаривал, говорю, перепробег. Это вторая проблема, нужна децентрализация производственных баз. Вот, 5 участков были одобрены под автобусный парк на Корсове, 3 участка сейчас отправлены. Вот здесь надо ускорить эту работу. То есть перепробег, соответственно, на все это влияет. И третья проблема, вот инфраструктуру Владислав Алексеевич, основной профильный комитет обозначил. Здесь есть, уважаемые районные акимы, есть бюджетная программа 009, обеспечение санитарии населенных пунктов. Вот в рамках этого бюджетного проекта надо нам решать проблемы. Это 3 вопроса здесь. Содержание остановочных пунктов, обустройство пунктов питания. И третье, обустройство санитарных зон. У меня вот то, что касается основного доклада. И теперь то, что касается нашей комиссии. Нам, Ерлан Ильич, согласно распределению, выпало 6 маршрут бізге тиесілі болды. 32-ші, 61-ші, 45-ші, 46-ші, 47-ші және 10-ші маршрут. Бәрін біздің депутаттар таңертең кезде мынау халықтың көбесінде кешкі кезінде және күнізде бәрін жүріп өтті. Фото, видеосы бәрі бар. Біз оны транспорт басқармасына береміз. Бірақ негізгі кемшіліктері жылы мысалы аялдамалар мәселесі проблема. Мысалы 45-ші маршруттың 24-інің 4-інде ғана бар. Аялдама белгілері жетіспейді. Көбі жазылмаған, электрондық табло жоқ. Маршруттардың жүру схемалары жоқ. Мысалы кейбіреулерінде қызық, сол уақытта сол маршрутта бар, оң уақытта жоқ. Одан кейін аялдаманың кірлері де бар, жуылмағандар, мысалы 46-та, 32-те, кейбір маршруттарда аялдама мүлдем жоқ. Мысалы біздің депутат Жаналаева барған 47-ші маршрутта 3 жерде көшеде тоқтап түсіреді жолдың бойында. Ол адамдардың қауіпсіздігі. Ол басқаларда да бар. Автобустар бойынша да кемшіліктер аз емес. Интервал сақталмайды, аялдама айтылмайды, басқа. Осы мәселелерге көңіл бөлуіңізді сұраймын. Рахмет. Рахмет. Тағы сұрақтар. Бауыржан Амангелді. Рахмет, Ерлан Нұрмекұлы, құрметті әріптестер, Ерлан Орынбасарұлы. Біз бүгін өте маңызды мәселені қарастырудамыз. Қоғамдық көліктің жұмысы өте маңызды біздің тұрғындар үшін. Сіз жаңа өзіңіздің баяндамаңызда айтып кеттіңіз, қалаға жаңа 400 автобус сатып алмақшымыз. Мен бұл мәселені өткен жолы қала әкімі Жеңіс Махмұтұлы қатысуымен өткен кездесуде айтып кеткем. Осы біздің қала автобустары мынау дизель отынмен жүреді. Ол мынау қоршаған ортаға зиян біріншіден. Екіншіден мынау дизель отыны қымбат болғаннан кейін бюджеттен мынау автопарктарға көмегіміз жылдан жылға өсіп жатыр. Бүгінгі күні біз 20 миллиардтай қаражат бөліп отырмыз осы салаға. Ал енді осы мынау автобустарды біз мынау табиғи газға ауыстырсақ, ол үшін жаңағы осы мәселені қолға алып, газ толтыру станциясын салсақ, келешекте бұл өзі біріншіден табиғи ортаға зиян азаяды, екіншіден жаңағы қаражат талап етпейді бюджеттен, қаражаттың бөлуін азайтады. Осы мынау сессияға дайындық шеңберінде біз мына бірінші автопаркқа бардық. Сонда сол автопарктың басшыларымен сөйлесе отырып, мен бір мәселені түсіндім. Мынау электроқуатпен жүретін автобустар жылына 3-4 миллиард ақша шығарады екен, шығымы. Ал енді мынау дизель отынмен жүретін автобустар 8-9 миллиард теңге ақша, миллион теңге ақша шығарады. Көрдіңіз бе, қандай пайдалы. Сондықтан да келешекте менің ұсынысым қалаға тек қана мынау дизель отынымен емес, мынау газбен, содан кейін жаңа электроқуатпен жүретін автобустар сатып алу керек. Өте маңызды, өте пайдалы. Осы мәселеге ерекше көңіл бөлсек дұрыс болады деп ойлаймын. Рахмет назарларыңыз. Рахмет, Бауыржан Амангелді. Тағы сұрақтар, құрметті әріптестер. Береке, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста. В докладе прозвучало, и мы на заседании комиссии рассматривали вот по водителям. Мы говорили 1000-1200, водителей не хватает. Сегодня есть предложение уменьшить стаж работы, уменьшить, значит, квалификацию. Это нельзя делать, мне кажется. Это не зря придумано, эти правила, в первую очередь. Во вторую очередь, 3 года тому назад недоставало 500 водителей. Сегодня недостает 1200 водителей. Но эта тенденция возрастает, никто ее не решает.
Никто. Мы только говорим и все. А это в первую очередь безопасность. Деньги, покупка автобусов, это все с бюджета, и это все за счет налогоплательщиков. Ну, я уже 4 раза об этом говорю, но ни управление транспорта, ни вот компания, никто не хочет заниматься водительским персоналом. Никто не хочет. Мы только говорим и все. А за 3 года увеличилось дефицит водителей в 2 раза. 1200 сегодня. Даже 1500. Если смотреть по сменности, 1127 автобусов, сегодня 1500 водителей. Должно быть, значит, 3000 водителей. 1500 водителей не хватает сегодня. Вы в докладе там написали 1000, а не хватает 1500, если по сменности смотреть. Но надо решать вопрос. Это безопасность в первую очередь наших жителей. Рахмет. Тағы сұрақтар. Депутат Касимир Гибаев, вот касательно нехватки водителей, мы когда были, посещали первый автопарк вместе с нашими коллегами, я считаю, что один из таких моментов важных, которые наше управление не решили еще до сих пор, это обеспечение жильем водителей и других сотрудников автопарка, потому что у них нет ни общежития, ни квартир. Поэтому я считаю, что необходимо проработать вопрос по выделению земельных участков для строительства общежитий и жилого комплекса для водителей, потому что это будет один из таких факторов, который будет сдерживать и будет привлекать водителей в автопарке. Спасибо. Рахмет. Диларам Бон. У меня один вопрос, Ерлан Орунбасарович. На 13-м слайде развитие сети Буслайн показано, что будет Буслайн по проспекту Кошкарбаева. Дело в том, что обращались жители именно этого района. Напротив американского посольства стоит остановка уже много лет. Она не функционирует, но свет горит ежедневно, там включается свет, она работает, но много лет там нет ни одного автобуса по этой трассе. И Буслайн, если вы запускаете, тогда будет автобусы, да, запущены там, маршрут. Там нету ни одного автобуса по этой улице. Сейчас. Микрофон. Да. По поводу Баслайна, это наше приложение, которое мы рассматриваем. И по нашей аналитической работе она свою эффективность показала, и мы поэтому те основные улицы показали. Касаемо вашего вопроса по остановке, мы просмотрим. На самом деле по Кошкарбаева курсируют маршруты, которые обеспечивают всех жителей. Этого района обращались уже, что остановка есть, свет на ней горит, но ни одного автобуса маршрутного там вообще нет, много лет. Я И проеду, это радует, что на этой улице будет Буслайн и что на этой улице запустится маршрут. Хорошо, я просмотрю, сам выйду, ту остановку. Подскажите, где? Я подойду. Тағы сұрақтар. Алшаш Машин. Депутат Табулдина, у меня такой вопрос. Какой процент составляет продажа билетов от общего объема бюджета? То есть государство же в любом случае есть у нас очень много льготников, особенно в Астане, да, и пенсионеры, и инвалиды, и дети. И какой процент составляет билеты? И оно разное у всех. Мы понимаем, что у вас безбилетников очень много. Сегодня говорили о том, что сколько потерь идут. Вообще рассматривался ли вопрос в столице, вот если полностью сделать бесплатным? Как мы видим, всего 600 тысяч человек ходит, ездит на автобусе, и время – это деньги. Вообще в целом какова ситуация финансовая? Как рассматривался ли вопрос о том, чтобы в столице сделать полностью бесплатный проезд? На сегодняшний день у нас пользуются бесплатно 7 категорий граждан, льготники, это участники, льготники, и ежемесячный примерный пассажиропоток, который мы ежедневно проводим, это около 500-600 тысяч. Если мы будем это бесплатно делать, то, что мы предлагаем там субсидирование трехлетнее, то это необходимо будет еще дополнительно к этому финансированию увеличить. Потому что и тогда нам надо перейти к другому статусу, это пассажирокилометры. То есть, например, каждый пассажирокилометр просчитывается, и необходимо будет город, чтобы полностью оплачивал эти расходы.
Но на сегодняшний день мы не рассматривали бесплатно. Если необходимо будет, мы можем аналитику вам сделать. А какой процент составляет бюджета именно билеты, продажа билетов из общего бюджета, который есть? Ну, на сегодняшний день в этом году 20 миллиардов выделено из бюджета. Вообще ситуация такая, в целом 90 тенге же у нас, средний тариф 300 тенге на дизельный сверху еще доплачивается и 470 тенге на электро. Вы не можете сейчас ответить, какой процент составляет именно от продажи билетов, бюджет общий, транспорт? Да, в этом году, я же говорю, 20 миллиардов выделено с бюджета только. Остальные у нас по... Алсаш машин это 1/3 всего, то, что нужно автопарком, мы закрываем. 1/3 часть. 1/3. Может быть, просто рассчитать, там же не только экономия от, допустим, тех, кто проверяет, да, от самих вот этих содержаний людей, которые проверяют безбилетников, но много же других экономических плюсов, поэтому вы не могли бы рассмотреть возможность вообще в столице проведения бесплатного проезда? Спасибо. Да, для всех категорий. Но мы этот вопрос не рассматривали. Да, если нужно, расчеты дадим. Рахмет. Тағы сұрақтар бар ма, сіздер? Рұқсат болса қорытындылауға рұқсат етіңіздер. Енді құрметті әріптестер, өздеріңіз білесіздер, қоғамдық көліктің мәселесі өте күрделі. Потому что если рассматривать аналитически смотреть через службу Айкумек и так далее, последние 5 лет топ-5 вопросов проблемных это общественный транспорт номер 1 стоит по городу. У нас город не маленький, 1,5 миллиона населения. Если мы хотим, чтобы народ пересел на общественный транспорт, он должен быть доступным, комфортным и удобным. А если этих 3 критерий мы не будем соблюдать, никогда население не пересядет на общественный транспорт. Поэтому есть ряд предложений, которые нужно учесть. Я думаю, в конце мы должны какой-то документ принять с конкретными сроками и так далее. Это они сдерги к вам, управление транспорта. Нам необходимо принять вообще план мероприятий с конкретными сроками, с учетом всех замечаний, которые озвучены депутатами, населением подняли, которые и так далее. Да. Ну, там да, соны с учетом тех рекомендаций, которые у нас провели в прошлом году, 2 заседания у нас было. Да. Предложения такие, вот как коллеги озвучили, реально мы тоже изучали, смотрели опыт и Дубая, и Вены, и Москвы, коллеги. Во всех крупных городах, мегаполисах мировых идет кольцевой маршрут с перпендикулярным, параллельным соединением этих кольцевых маршрутов. То есть город делится на 2-3 кольца, и спокойно народ двигается. Между ними параллели есть, альтернативными транспортами и метро соединяется, трамвай, троллейбус соединяется и так далее. Но у нас, понятно, автобус один, пока электро не запущен, но бізде қарап отырсаңыз шын 101 маршрут бар, у нас прямая линия с кривокосами, кольцовка жоқ. Да. Соны бір қарасаңыздар, бірге талқылайық керек болса. Айтқанда, у нас кольцевая дорога есть, внутренние кольцевые улицы есть. Сол мәселе жоқ, мысалы. Попробовать надо, да. Просто мы вот эту маршрутную систему было, когда еще вот создали ТО ЛРТ, он в 2012 году был разработан, 11 лет прошло, мы ничего нового не сделали по маршрутным системам. Не, изменения вносим. Да, что, изменения вносите, но закольцовки же нет уже. Вопрос в этом. Мы об этом уже сколько раз говорили, поднимали. Второй вопрос, мы уже, честно сказать, уже второй созыв поднимаем вопрос по конечным остановкам и пунктам. Раз стыдно, коллеги, мы в столице живем, 63 всего пунктов общественных, конечных пунктов остановок. Сол 63-ті бір істеуге жағдайымыз бар ғой, 5 аудан бар, целый басқарма бар, автопарктар бар, бірігіп істейік та соны. Керек болса, жеке құжат қабылдайды соған қажет десеңіздер. Шын өзі, не разворотный площадкалар дұрыс емес, не дәретханасы жоқ, не қол жуатын жоқ, не тамақ ішетіндер жоқ. Сосын біз еще айтамыз, водительдер жетіспейді деп. Водительдер қайдан жетсек, егер условия болмаса олардың. Қай адам жұмыс істегісі келеді, егер жағдай құрылмаса оларға. Одан кейін сейчас вот коллеги говорили,
субсидий деп. Понятно, что мы выделяем 20 миллиардов, это мы закрываем те расходы, которые разница у нас есть, коллеги. Да. Но вы должны понимать, что расчетные тарифы перевозчикам и плюс к этому стоимость проезда мы за последние 9 лет вообще не поднимали. За последние 9 лет все поднялось. И запасные части, и ГСМ, и все остальное. Поэтому у нас субсидирование растет сумму ежегодно. Да. Если мы сейчас будем поднимать расчетные тарифы и другие моменты, то шайтқан кезде минимальный проезд будет стоить 300 тенге, а не 90 тенге. Да. Мы этот тариф принимали, если помните, в 2015 году. С тех пор, вот прошло, 9-й год пошел, у нас изменений нету по этим вопросам. Поэтому надо посмотреть. Автопарк, первый, понятно, он коммунальный, энные, 60-70% они закрывают, но еще 30% частные перевозчики есть. По ним надо посмотреть. У них тарифы, минималка где-то у них 180 тенге. А как они должны выживать? Как мы должны с них требовать, чтобы они покупали новые автобусы и так далее? Тогда кішкене политикамыз қарауымыз керек сол мәселе бойынша. Вот по расчетным показателям. Одан кейін, вот сейчас вот 400 автобусов придут, да? Мы должны понимать и должны это обсуждать с населением, учитывать мнение депутатов, то, что особенно одномандатчики, которые у нас закреплены по 17 округам, что завтра 400 автобус келеді, ертең, да, мысалы, соның тиімділігі қалай болады? Қанша маршрутты біз көбейтеміз, қанша маршрутқа қосымша бөлеміз автобус, соны біз четкое видение должно быть у нас. Вот эта таблица с распределением, и что оно даст. И еще должно быть здесь анализ службы Айкумик обязательно. Потому что реально вопросов много там. И еще здесь я хотел сказать, последний вопрос. Мы вот сколько раз говорим, чтобы оно не превращалось в лозунги, мы до сих пор до конца не создали условия для маломобильных групп населения. Для колясочников, для слепых, для других. Айтқан кезде. Біз анау на инвалидный коляскамен жүретін азаматтардың жағдайын қарадық қой, білесіздер. Автобуста бар ондай құралғы. Бірақ бірде-бір жүргізуші соны шығарып істемейді. Шығармайды. Ана жерде коляскамен тұрса, есік жауып кетіп қалады. Сондықтан да біздің қарым-қатынасымыз ол кісілерге басқаша болу керек. И мы здесь должны понимать, что пока мы не сделаем условия для водителей нормальные, соцпакетом, зарплатой и так далее, то это вопрос и не решится. И вот вопрос для маломобильных групп населения мы должны учесть. Ведь не все остановки оборудованы тоже под эти вещи. Тогда вот учетом всех этих замечаний я предлагаю разработать, еще раз говорю, план мероприятий детальный, с конкретными сроками, ответственными и так далее, чтобы мы понимали, когда какой вопрос решится. А теперь сейчас будем ходить от заседания до заседания, и наши протоколы айтқанда, біліп отырмыз да, былтыр генеке дұрыс айтып отыр. Жартысы ғана орындалды былтыр. И то өздеріңіз білесіздер, біз сіздермен қаншама бірге қоян-қолтық жұмыс істедік осы мәселе бойынша. Сондықтан да іс-шаралар жоспарын дайындаңыздар. Осы бір айдың ішінде соны бекітейік, шілде айының аяғына дейін. Сосын жылдың аяғында осы жерде тағы да бір өткіземіз да, халықтың алдында есеп бересіздер. Не істелінді, не қойылды деген сияқты. Келістік па? Проект решения маслихата включить пункт Микрофон. по мероприятиям, именно по водительскому составу. Обязательно. Значит, Обязательно. здесь его нет, этого пункта, надо включить. Обязательно. И наш протокол включите, пожалуйста, все замечания с учетом. И план мероприятия не бөлек салыңыздар. Да. Ерлан Әлбекұлы, менің ұсынысымды да сол протоколға Міндетті түрде. енгізсеңіз дұрыс болушы еді. Рахмет. Басқа сұрақ жоқ қой, құрметті әріптестер. Рахмет. Олай болса біз шешім қабылдауымыз керек. Олай болса біз шешім қабылдауымыз қажет. Шешімді толығымен қабылдауға қарсы болмасаңыздар, дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын.
Шешім қабылданды. Келесі мәселе. Нұр-Сұлтан қаласында тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері мен тәртібін айқындау туралы Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының 2021 жылғы 24 қарашадағы шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Баяндама жасау үшін Астана қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының басшысы Скуп Илья Васильевич шақырылады. Қайырлы күн, құрметті Ерлан Ермекұлы, құрметті депутаттар. Құрбан айт құтты болсын, барлығына зор денсаулық, амандық және ашық аспан тілеймін. Сіздің қарауыңызға келесі нормативтік құқықтық акты ұсынылады. Первое, значит, о внесении изменений в решение Маслихата города Астаны об определении порядка и размера оказания жилищной помощи в городе Нур-Султан. В связи с переименованием столицы, к сожалению, да, актов у нас много, мы потихоньку их только переводим. В качестве информации хотел сказать, что в прошлом году данной помощью воспользовалось 432 семьи, это 660 человек, на сумму 6,8 миллиарда тенге. Ранее, в 2022 году, 551 семья на сумму 18,9 миллионов тенге, извиняюсь, миллионов тенге. Акт не противоречит действующему законодательству и отвечает всем требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам. Прошу поддержать. Баяндама аяқталды. Атаулы мәселе бойынша сұрақтарыңыз болады ма? Илья Васильевич, отырыңыз, рахмет. Біз шешім қабылдауымыз қажет. Сіз жұмыста бар, еще бар ойды. Біз шешім қабылдауымыз қажет. Шешім толығымен қабылдау қарсы болмасаңыздар, дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын. Шешім қабылданды. Жалғастырамыз. Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының 2009 жылғы 27 маусымдағы Нұр-Сұлтан қаласы бойынша қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы ставкаларын бекіту туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Баяндама жасайтын Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасының бас міндетін атқарушы Жанар, сіз бе? Жанар, қазір Министерство экологиямен не болып отыр? Ашық күн Астана қаласы бойынша. Соған қатысып отыр. Бекен Сағындықұлы. Баяндаңыз. Құрметті Ерлан Ермекұлы, құрметті мәслихат депутаттары. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы мәслихаттың бүгінгі сессиясына Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының 2019 жылғы 27 маусымдағы нөмірі 395/52-6 Нұр-Сұлтан қаласы бойынша қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы ставкаларын бекіту туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы Астана қаласы мәслихатының шешімінің жобасын қарауға ұсынамыз. Жоба қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтіру мақсатында әзірленді. Келесі өзгерістер енгізілді. Елорда атауының Нұр-Сұлтан қаласынан Астана қаласына қайта аталуына байланысты және де қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақының атауы қоршаған ортаға жағымсыз әсер еткен үшін төлемақыға өзгерісіне байланысты енгізілді. Бұл ретте қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы ставкаларының өзі қайта қаралмайды және өзгеріссіз қалады. Жоба бойынша ашық нормативтік құқықтық актілер интернет порталында жариялы талқылаулар жүргізіліп, қажетті қорытындылар алынды. Жоба қолданыстағы заңнама қайшы келмейді, қолдауларыңызды сұраймын. Баяндама аяқталды. Әріптестер, біз бейінді комиссия отырысында осы мәселені жан-жақты талқылаған болатынбыз. Баяндаушыға сұрақтарыңыз болады ма? Рахмет, Бекен Сағындықұлы, отырыңыз. Біз шешім қабылдауымыз қажет. Шешімді толығымен қабылдауға қарсы болмасаңыздар, дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын. Шешім қабылданды. Келесі мәселе. Баяндама жасау үшін Астана қаласының 4-ші мәселе бойынша баяндама жасау үшін Астана қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысының орынбасары Салтанат Ахметханқызы Алдабергенова шақырылады. Қайырлы күн, Ерлан Орынбасарович, Ерлан Ермекұлы және құрметті депутаттар, қатысушылар.
Хотелось бы выразить благодарность Маслихату города Сыны за предоставленную возможность выступить перед вами по вопросу проекта решения Маслихата о дополнительном предоставлении лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, предоставляемых отдельным категориям гражданам при амбулаторном лечении. Лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи производится согласно Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения. По решению Маслихата за счет средств местного бюджета. Перечень бесплатных лекарственных средств, изделий, утвержденным приказом министра здравоохранения номер 75 от 2021 года за счет средств республиканского и обязательного медицинского страхования. В рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи в системе ОСМС на амбулаторном уровне в 2021 году в городе Астана освоено 14,5 миллиардов тенге на 140 тысяч диспансерных больных. В 2022 году 18,7 миллиардов тенге на 157 тысяч больных. Из местного бюджета в том году у нас было выделено порядка миллиарда тенге. 2023 год у нас подана заявка на город, это 19,5 миллиардов тенге. Из средств местного бюджета выделено 944 миллиона тенге. Управление общественного здравоохранения просит вас рассмотреть включение в решение Маслихата дополнительно 14 заболеваний для обеспечения 93 больных, страдающими орфанными заболеваниями и заболеваниями, не включенным в перечень. Это у нас психиатрический артрит, множественные миеломы, первичная легочная гипертензия, врожденная дисфункция коры надпочечников, заболевания сектора первичный иммунодефицит, рак молочной железы, рак представительной железы, рак почки, инсулинома, белково-энергетической недостаточной третьей степени. В общем, мы просим на сумму 343 миллиона тенге. При том, что у нас есть исключаемые препараты, которые пошли в КБМП. Просим поддержать. Баяндама аяқталды. Атаулы мәселе бойынша сұрақтарыңыз болады ма? Можно уточнение? Алташ можно. Эти пациентов диагнозами, которые приходят к вам, рассматривает комиссия, же, да? Да. Комиссионное решение есть, да? Формулярная комиссия, да, вот заседание было при управлении уже. Они решение Да, вынесли, решением да? комиссии, Что да. эти препараты пациентам подходят, да, по данной категории? Да, да, уже есть решение комиссии, Хорошо, сейчас мы спасибо. на заседание выносим, потому что уже необходимо предоставлять лечение, обеспечивать препаратами. Басқа сұрақ бар ма? Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болмаса, біз шешім қабылдауымыз қажет. Отыра беріңіз. Шешім толығымен қабылдау қарсы болмасаңыздар, дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын. Барлықтарыңыз дауыс бердіңіздер ме? Құрметті әріптестер. Шешім қабылданды. Рахмет. Бесінші мәселе. Нұр-Сұлтан қаласының құрметті азаматы атағын беру қағидасы туралы Астана қаласы мәслихатының 2009 жылғы 6 қарашадағы шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Баяндама жасау үшін сөз Астана қаласы әкім аппараты басшысының орынбасары Жанасыл Камалиұлы Шөлкентаевқа беріледі. Қайырлы күн, құрметті депутаттар, төрағашылық етушілер, Астана қаласының құрмет грамотасымен наградтау туралы ереженің қаланың атауына өзгеріс енгізу бойынша өзгерістер енгізіліп жатыр. Сол себепте қолдауларын сұраймыз. Рахмет. Мына жерде бұрын Нұр-Сұлтан қаласы болған, қазір Астана қаласы, сондықтан соған өзгерістер. Баяндама аяқталды. Атаулы мәселе бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ болмаса, бір шешім қабылдауымыз қажет. Шешім толығымен қабылдау қарсы болмасаңыздар, дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын. Қабылданды. Күн тәртібіндегі келесі мәселе. Жанасыл Камалиұлы жалғастырыңыз. Келесі қаулы қала әкімдігінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия бар. Сол комиссияның құрамы өзгергелі жатыр. Сол құрамын өзгертуіне байланысты сіздерге енгізіп отырмыз. Қолдауларыңызды сұраймын. Рахмет. Баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз бола ма, құрметті әріптестер? Шешім қабылдауымыз қажет. Толығымен шешімді қабылдау қарсы болмасаңыздар, дауыс берулеріңізді сұраймын.
Шешім қабылданды. 6-шы мәселе, Жанат Қамалиев, жалғастырыңыз. Тағы да сондай мәселе, тек қана кәмелетке толмаған істер және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияға байланысты комиссия құрамының өзгеруі. Қолдауларыңызды сұраймын, рахмет. Барлық мәселелерге байланысты. Баяндама аяқталды. Комиссия құрамына қатысты сұрақтарыңыз болады ма? Сұрақтарыңыз болмаса, біз шешім қабылдауымыз қажет. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын. Шешім қабылданды. Келесі мәселе, Жанат Қамалиев, жалғастырыңыз. 8-ші мәселе өсті. Иә. Тағы да жаңағы қала атауының өзгеруіне байланысты қаулыны қарауларыңызға шығарып отырмыз. Осы қаулымды қолдауларыңызды сұраймын, рахмет. Баяндама аяқталды. Атаулы мәселеге қатысты сұрақтарыңыз болады ма? Сұрақтарыңыз болмаса, отырыңыз, Жанат Қамалиев, рахмет. Біз шешім қабылдауымыз қажет. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын. Рахмет. 9-шы мәселе. Астана қаласының аумағында бөлшек салықтың мөлшерін төмендету туралы. Баяндама жасайтын қалалық инвестициялар және кәсіпкерлік дамыту басқармасы басшысының орынбасары Қуаныш Бауыржанұлы Сапаровқа сөз беріледі. Қайырлы күн, Ерлан Ермекұлы, Ерлан Мысарш, құрметті депутаттар. Рұқсат етсеңіздер, сіздердің қарауларыңызға Астана қаласының аумағында бөлшектік салықтық мөлшерін төмендету туралы Астана қаласы мәслихатының шешімінің жобасын енгіздік. Өздеріңіз білетіндей, ағымдағы жылдың 20 наурызында мемлекет басшысы салық кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды. Осы өзгеріске сәйкес бөлшектік салықтық арнайы салықтық режимін енгізілді. Бөлшектік салықтың арнайы салықтық режимі қосымша құн салығы, әлеуметтік салықтан босатуды және корпоративтік немесе жеке табыс салығын келесі мөлшерлемелер бойынша есептеудің ерекше тәртібін қарастырады. Жеке тұлғаларға сатудан түскен кірістер бойынша 4%, заңды тұлғалардан түскен кірістер бойынша 8%. Бұл ретте мәслихат шешімімен жеке тұлғалардың сатудан түскен кірістер бойынша мөлшерлемені 50%-ға дейін төмендету мүмкіндік бар. Барлық тіркелген шағын орта кәсіпкерлік субъектілерінің ішінен мемлекеттік кірістер департаментінің мәліметтері бойынша 63.806 салық төлеуші өтуі мүмкін осы режимге. Әртүрлі режимде қолданатын кәсіпкерлердің кең ауқымы үшін бірыңғай салықтық салу қағидаларын қолдану үшін бөлшек салықтық мөлшерлемесін 4%-дан 3%-ға дейін төмендету мүмкіндігін қарастыруды ұсынып отырмыз. Алдын ала есептеулер бойынша бұл шара кәсіпкерлер үшін салықтық жүктемесін азайтуды және салық түсімдерінің жоғалу мүмкіндігін болдырмауға мүмкіндік береді. Сізге ұсынылған мәслихат шешімінің жобасын қолдауларыңызды сұраймын. Баяндама аяқталды. Құрметті әріптестер, атаулы мәселе бойынша сұрақтарыңыз болады ма? Айта кетейін, сіздермен біз қарастырған болатынымыз Атамекен кәсіпкерлік палатасымен бірлесіп, салық департаментімен бірге. Енді біз қыркүйек айында Атамекен кәсіпкерлік палатасынан ақпарат күтеміз. Олар өздері айтқан болатын, 2 ай уақыт беріңіздер, толық анализ жасап бізге береміз деп. Сондықтан да қарайық, егерде ол кісілердің дәлелдері, ақпараттары нақты дұрыс болып жатса, біз қаңтар айының басында 2023 жылы келесі жаршылдыққа, келесі жылдың жаршылдығына шілде айының 1-нен бастап өзгертуге, жаңағы төмендетуге тағы да қарастыруға болады бізге. Сондықтан да біз қазір 3%-ға келістік, солай қалдырамыз. Рахмет, отырыңыз. Бізге шешім қабылдау қажет. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын.
Шешім қабылданды. Келесі мәселе. Астана қаласы әкімдігінің жанындағы кәсіпкерлік мәселелер жөніндегі сараптамалық кеңестің құрамы туралы. Сөз Астана қаласы кәсіпкерлік және кәсіпкерлікті қолдау басқармасының басшысы Халел Рахымұлы Әкімжановқа беріледі. Қайырлы күн. Құрметті Ерлан Ермекұлы және мәслихат депутаттары. Астана қаласының әкімдігі жанынан кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңес құру туралы қаулының жобасын сіздің қарастыруыңызға енгіземіз. Қазақстан Республиканың кәсіпкерлік кодексіне сәйкес кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын әзірленетін нормативтік құқықтық актілер міндеті талқылауға және сараптамалық кеңесті қорытындыларын алуға жатады. Жоғарыда айтылғандай негізінде сіздің сараптамалық кеңес құрамын қолдауыңызды және бекітуіңізді сұраймыз. Назарыңызға рахмет. Баяндама аяқталды. Атаулы мәселе бойынша сұрақтарыңыз болады ма, құрметті әріптестер? Отырыңыз, Халел, рахмет. Бізге шешім қабылдау қажет. Дауыс берулерін сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын. Шешім қабылданды. Сессия жұмысын жалғастырамыз. Келесі мәселе бойынша баяндама жасау үшін жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының басшысы Илья Васильевич Скуп шақырылады. Құрметті әріптестер, Илья Васильевич комиссия құрамдарын енгізу туралы екі мәселе бойынша баяндайтын болады. Да, две комиссии у нас о создании совета по содействию деятельности учреждений, исполняющих уголовное наказание и иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовное наказание. И вторая комиссия по выдаче разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. В связи с кадровым изменением вносим соответствующие изменения. Просим поддержать. Баяндама аяқталды. Құрметті әріптестер, комиссия құрамына қатысты сұрақтарыңыз болады ма? Сіздерде шешімнің жобасы бар, әрқайсысы бойынша жеке шешім қабылдауымыз тиіспіз. Сондықтан екі рет дауыс беруіміз қажет. Дауыс беруге кірісеміз. 11-ші мәселе бойынша дауыс берулерін сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын. Шешім қабылданды. 12-ші мәселе бойынша дауыс берулерін сұраймын. Нәтижесі экранға берілсін. Рахмет. Шешім қабылданды, рахмет. Соңғы мәселе Астана қаласы мәслихатының кезекті сессиясының қарауына енгізілетін негізгі мәселе туралы. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңға сәйкес біз кезекті сессияның қарауына енгізілетін негізгі мәселені анықтап алуымыз қажет. Жұмыс жоспарына сәйкес кезекті сессияның қарауына келесі сұрақты енгізу ұсынылып отыр. Астана қаласында төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі жүйелі шараларды қолдану туралы. Баяндаушы Қуанар Бекенұлы Базарбаев, Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігі Астана қаласы бойынша төтенше жағдайлар департаментінің бастығы. Осы мәселе бойынша қандай ойларыңыз бар, сұрақтарыңыз бола ма? Рахмет. Сұрақтарыңыз болмаса біз шешім қабылдауымыз қажет. Дауыс берулерін сұраймын, нәтижесі экранға шығарылсын. Шешім қабылданды. Кезекті сессия күн тәртібі бекітілді. Құрметті депутаттар мен сессия жұмысына қатысушылар, Астана қаласы мәслихатының 5-ші кезекті сессиясына енгізілген мәселелер толығымен қарастырылды. Сессияны жүргізу бойынша ескертулеріңіз бар ма? Жоқ, рахмет. Астана қаласы мәслихатының 5-ші кезекті сессиясы жабық деп жарияланады. Қатысқандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.